Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді сүзбелі печенье дайындаймыз. Ең алдымен сүзбемізді езіп отырып араластырамыз. Одан кейін үстіне шекерімізді, шымшым тұзымызды, майымызды және де жұмыртқамызды салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мен сұйық май қолдандым, сіздер сары майды ертіп қолдансаңыздар да болады. Сосын ұнымызға қосқышымызды салып араластырып, тестамызға саламыз. Тестамызды бірінші венчикпен араластырамыз. Қоюлана түскеннен кейін қолмен қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, алмұртымыздың қабығын ашып, ұсақтап тураймыз. Туралған алмұртымызды, шоколадымызды қамырымызға саламыз. Одан кейін қайтадан қамыр илейміз. Егер қамырыңыз қолыңызға жабысып жатса, 2-3 ас қасық ұн салып жіберсеңіздер болады. Қамырымызды илеп болған соң бір шетке қоямыз да, бір ыдысқа ванильді шекерімізді, қантымызды салып араластырамыз. Ванильді шекердің орнына корица қолдансаңыздар да болады. Бұл бізге печеньеміздің сыртына қолдануға қажет. Енді иленген қамырымызды домалақтаймыз. Домалақтау үшін сұйық май немесе су қолдансаңыздар да болады. Қолдарыңызды батырып отырып, домалақтасаңыздар, қамыр қолдарыңызға жабыспайды. Домалақтап алған соң, жаңағы дайындаған қантымыз бен ванильді шекерімізге тестамызды батырып алып отырамыз. Бұлай домалақтап, формамызға қатарынан қойып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен печеньеміз дайын, жасап көріңіздер, өте жұмсақ, өте дәмді болады. Ас болсын.